17 жылдық тәжірибесі бар, жалпы тәжірибелік дәрігер және де психосоматолог. Мен өзімнің балам, 4-ші баламда задержка речи болды, яғни ЗПР. Диагноздар дейма, симптомдар дейма, солардың барлығы көп болып кетті. Соған менің жүрегім ауырады. Өзіміздің медицинамен емдеп көрдім, болмады, сосын интегративный медицинаны. Сол бойынша ем жасап. 4 балаңызда болғаннан кейін сіз осы салаға содан кейін келдіңіз. 5 рет кіндік шеше болдым мен. Домашний роды, роды в машине босандырғанбыз. 4-ші балаңызда неге ондай симптом болды? Сізде қандай проблемалар болды? Жүрген видеосын жібереді ғой, прям ана жерде это эмоцию передавать словами вообще болмайды. Или мен өліп қалсам дейді мама, бұл баланы кім қарайды, ешкімге керек емес қой дейді. Прям күйіп кеткен темам осы менталитетке келіп тіреледі дейді. Артынша результат келіп отзыв келсе, бәріміз қуанып бір жылап аламыз, иә. Өйткені мен өзім еркек ретінде қазір ойлап отырмын да, сіздің бағана айтқандарыңыздан денем тітіркеніп кеткен кездер болды. Мен күйеуімнің маскасын көрдім, осы бала осындай диагноз деген кезде. Бүгіннен бастап балаларыңыз барлығынан ауылдарға жіберіңіздер, ауылда өссін балдар. Қайырлы күн, Бай Бейбіт YouTube каналының құрметті көрермендері және де жаңадан көріп отқан жандар. Бай өмір подкастына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонағымыз Камила Қасымбекқызы, 17 жылдық тәжірибесі бар, жалпы тәжірибелік дәрігер және де психосоматолог. Қазіргі таңда Шымкент қаласының ең мықты балалардың нейрокоррекция және де дамыту орталығы бар. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалайсыз? Жақсы, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы, рахмет. Бүгінгі таңда біздің екеуміздің талқылайтын тақырыбымыз сіздің орталығыңыздың және де сіздің осы қоғамға қандай пайда беретіңіз туралы. Сондықтан да ең алғашқы сұрағым, барлықтарыңызға түсінікті, балалардың нейрокоррекция және де физикалық дамыту орталығы деп айтқанымен де толыққанды сол бойынша біз ашатын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз өте мықты маман екен, көріп отырсыздар. Формасына қарап та көрсек болады. Өйткені түрінің өзінен де көрініп тұр, что врач екені. Соған байланысты Камила ханым, рахмет шақыртуымызды қабылдағаныңызға. Біздің мақсатымыз қазіргі таңда әйелдерге, аналарға және де балаларға сіздің қандай пайдаңызды беретініңізді соны айта кетсек деген дүниеде шақырдық. Біздің мақсатымыз сол. Нарыққа сіздей білінбей жатқан адамдарды шығару керекпіз. Тағы да ары қарай бүкіл Қазақстан бойынша білу керек осындай мамандардың бар екенін, және де қазіргі таңда көптеген балдарда ЗРР, ЗПР деген сияқты диагноздар дейма, симптомдар дейма, солардың барлығы көп болып кетті. Соған менің жүрегім ауырады. Соған байланысты сізді шақырдық. Ал ең бірінші сұрағым, жалпы осы салаға қалай келдіңіз деп бастаймыз қонағымыздан. Сол туралы айтып берсеңіз. Жалпы бұл салаға мен өзімнің балам, 4-ші баламда задержка речи болды, яғни ЗПР, задержка психоречевой, атына қаралмайды, несін ыңылдап жүреді, сөйлемейді, речь жоқ, горшокқа отырмайды, 2 жастан асса да сезбейді, памперсте үлкен дәретін жіберіп қойса да жүре береді. И как врач ретінде уже қатты уайымдап, мен оны уже 1,5 жасынан бастап байқадым, себебі атына қарамай бастады. Уже 4-ші бала болғаннан кейін опыт бар ғой. И врач болғаннан кейін тексере бастадым, полностью задержка уже анық көрініп тұр. Содан кейін мен мысалға өзіміздің доказательный медицинадан интегративный медицинаны толық меңгеріп, сол схема бойынша 1 жыл тоқтамай өзіміздің схемамен лечение жасап бастадым. Лечение бастаған кезде ол балада кішкене изменение болады. Одан кейін үйде декретте отырғаннан кейін өзім үйде нейрокоррекциялық сабақтарды өзім жасаймын, массаж жасаймын, кәдімгі үйде бытовой, яғни үйде отырып та жасайтын жаттығуларды жасаймын, препарат беремін. Бірінші сосын питаниені дұрыстадық міндетті түрде, себебі баланың базасы, біздің ішкі құрылысымыздың дефициті барлығы сол денеден болады. Тамақтануды дұрыстаудан басталады. Және ең қатты алаңдатқаны менде балада бірінші анализ тапсырған кезде тромбоциты өте жоғары болды, 800-ден асып кетті. И сол кезде уже 800 анализді көргеннен кейін уже здесь ғой причина, өзіміздің медицинамен емдеп көрдім, болмады, сосын интегративный медицинаны толық уже обучение өтіп российский профессорлардан, сол бойынша ем жасап, одан кейін уже результат көре бастадым, бір сөзді айта бастады, одан кейін эмоция шығып, горшокты үйреніп, одан кейін бір какой-то пазл жетпей тұрған кезде мен психосоматиканы сол үшін оқыдым. Психосоматика қосылғаннан кейін, яғни маманың ішкі состояниясы, маманың ішіндегі үрей дейміз ғой, тревога. Мамалар қазір біздің орталыққа келетін барлық мамада осы үрей бар. Яғни балам сөйлемей қалады. А мен уже врач болғаннан кейін ол 2 есе, 3 есе менде алаңдады, себебі көшеде немесе жұмысқа апарсам, Қасымбековна, сіздің балаңыз ба деп сұрайды. Я деймін, аты кім дейді. Даниал деймін. Даниал дейді, не атына қарамайды, не атын кім дегенді айтпайды, ешнәрсе айтпайды, хотя бала уже
2 жастан асып кеткен. Содан уже қолға ала бастағаннан кейін, психосоматиканы қосқаннан кейін балада уже вот сенбейтін жағдай 2 аптаның ішінде 2-3 сөздің басын қосып сөйлеп кетті. Керемет. Сол үшін осы салаға, өйткені сол бала уже сарафанка кете бастады ғой менде. Сол интегративный мен лечение бастағаннан кейін сарафанка кеткен кейін әр балада, мамада уже айта бастады. Біз коррекционныйға сонша тасып жүрміз, лечение бастадық, прям на глазах результат кетті деп. И сарафанка көбейе бастады, и бәріндегі байқайтын ошибка, мен өзім алдыма келген мамалардан, бәрінде просто коррекцияға тасиды. Яғни ана жерде дефектолог бар дейді, мына жерде сенсорный интеграция жақсы дейді, аба жақсы дейді, бірақ баланың базовый, мына біздің фундаментпен ешкім жұмыс жасамайды. Барат врачтарға кішкене миға поддержка береді, бірақ баладағы сол задержкаға алып келген себепті ешкім іздемейді. Содан уже бізде интегративный медицинада толық организмді тексереміз, анализ аламыз, өзімде БРТ аппарат бар, оны мен тексерем, и полный картина болады ғой, как карта. Сол карта бойынша уже жұмыс жасаймыз. Бірінші этап балаға қандай ем кетеді, мысалға воспаление, іштектегі воспаление или дефицит, элементарно қалқанша безді ешкім тексермейді балада. Почти 80% алдына келетін балдарда қалқанша безі гормоны өте жоғары болып келеді. Нейровоспаление болады. Ішектегі үлкен дәретті тексерген кезде полный ішінде бардак, хаос дейміз ғой. Соның барлығын ретке келтірген кезде миға түсетін нагрузка уже азаяды. И балада коррекционный сабақтар уже нәтижесін бере бастайды. И коррекционный сабақта отырғанда, балаңыз қаяқтан неттіңіз, қайға бардыңыз, и сөйтіп сарафанка кетті. Одан кейін уже ол балдарды маған өзім қадағалау сіз қалып кетеді, мысалға бір күн бір этап кетеді, екінші этап қандай маманмен жұмыс жасап жатырмын көрмегеннен кейін уже коррекционный ашсам қалай болады деп, сол үшін аштық. Қазір уже 1 жылдан болып қалды, 1 жыл толыққанды жұмыс жасап жатырмыз, бүкіл мамандарымыз бар, и осы жүйе бойынша жұмыс жасаймыз. Қазір сонда қанша бала-шағаңыз бар сіздің? 6. 6 бала-шағаңызда осындай диагноз ба, симптомы болды ма? 4-ші баламда. 4 балаңызда болғаннан кейін сіз осы салаға содан кейін келдіңіз ба? Содан кейін келдім. Ал оған дейінгі өміріңіз туралы айтсаңыз? Оған дейін мен скорыйда жасадым. Скорыйда 6 жыл жасадым. Ең алғашқы практикамды мен осы жедел жәрдемде бастадым. 5 рет кіндік шеше болдым мен. Домашний роды в машине босандырғанбыз. Сол практикадан кейін уже назначениені ұмыта бастағаннан кейін поликлиникаға ауыстым. Поликлиникада 6-шы емханада жасадым. 4 жыл уақытта жұмыс жасадым, участок араладым полностью. Кішкентай 0 жастан бастап 100 жасқа дейінгі апаталармен жұмыс жасадым. Практика жинағаннан кейін уже ұсыныс түсе бастады частный клиникаларға. Сол жаққа стационар и заведующий болып Альфа-Медте жұмыс жасадым. Альфа-Медте мен 3 жылдай жасап, одан кейін сол жерде декретке кетіп, ары қарай уже осы частный өзім жеке кабинетке шығып жұмысты бастадым. Сонда декретте басталды ғой бұл жаққа келуіңіз? Декреттен шығып, балам декреттемін ғой, тұрдым, осы декретке шығып, сол баланың нарушениесі басталғаннан кейін басталды. Оны қалай анықтадыңыз? Баладағы анализдері дұрыс шықпады. Өзіміздің медицинада іздедім, таппадым. Одан кейін бала айтып өттіңіз ол туралы, жалпы. И содан кейін уже осы интегративный медицинаға полностью. Дәл осы бойынша мысалға сіз дәрігерсіз ғой, енді дәрігер ретінде анықтадыңыз оның барлығын, анализ тапсырдыңыз, барлығын көрдіңіз. Ал оны білмейтін аналар бар ғой, сол аналар бойынша неге ондай қателіктер жібереді, неге балаларын алдын ала апарып тексертпейді, сол бойынша айтып кете аласыз ба? Тексертпейді, потому что бізде ашық айтылмайды ғой. Сауаттылық жоқ па? Мысалға менің байқайтын ошибкам, жүкті келеді, сұрайсыз ғой, мысалға элементарно йод ішпейді, элементарно анемиясы жоқ дейді, бірақ гемоглобин жақсы дейді, бізде анализ көреміз ғой. Но ары қарай терең тексерсек, мамада көп нарушение болады, дефицит болады, анемияның өзінің түрі көп, өте көп. Сол жүктілікке дейін негізі дайындалу керек қой. Мысалға, бір үйден 2 задержкасы бар бала болады. Біріншісі задержка болды, екіншісі де болды, и коррекционныйдан тасиды, бірақ бүйтіп анамны сұраймыз біз дәрігерлер. Қалай жүктілік өтті, бәрінде токсикоз, анемия, отек, давление болады, почкадан аяқ ісіп кетті дейді, бауыр өт тас, бәр көп проблема. Соны жүктілікке дейін ешкім жоспарламайды. Негізі жүктілікті 1 жыл бұрын көтермей тұрып, ер мен әйел бірге жоспарлап, чекапты өтіп, содан кейін барып көтеру керек. Себебі қазір 2019 жылдан кейінгі біздің поколение балдарда өте көп задержка. И бұрын кітаптағыдай емес, нарушение басқаша болып келеді.
по книжка емес, прям вообще басқаша. Практикаларыңыз уже басқаша. Басқаша ауытқулар өте көп, уже психикалық ауытқулар өте көп. Кейде жүгінеміз психиатрдың көмегіне. И жүктілікке дейін дайындалудың бізге пайдасы, яғни ковидтан кейінгі ковидтың инфекциясы, вирусы біздің генетиканы құртты, біздің генді құртты. Мысалға біздің мамадан, пападан бізде 50-50% ген беріледі. Әр органда клетка болады, соның клетканың ішінде ДНК болады. Яғни біздің ген, код біздің, яғни айтады, мамасында там давление болды, сахар болды, сол тұқым қалады ғой дейді. Барлығы беріледі балаға. Беріледі дейді, но оның алдын алуға болады. Даже біздің мысалға онкология болса да, или там тұқымда басқа балада задержка болса да, біз ген арқылы берілсе де, бізде эпигенетика деген ілім бар. Яғни геннің ішіндегі сынып өткізілген генді, яғни бала зачатия болды, аталық пен аналық қосылды, мамадан, пападан жақсы ген берілсе де, мамасы жүктілік кезде кішкентай аптадан 26 аптаға дейін ең самый красный флаг кезең, сол кезде, если мамада қалқанша безінің жұмысы бұзылса, анемия болса, гипоксия болса, стресс болса, травма болса, или бір нәрсені постоянно уайымдап жүретін болса, бізге мама мен пападан берілген геніміз уже поломенный болады, сынған ген дейміз. Вот этот поломенный ген, роды, если бізде қиын өтсе, ішті басса, давление көтеріліп, опять ана генді біз құртамыз. Яғни сынған ген одан бетер сынады. И ары қарай бала не істейді бізде? Бір жасқа дейін ауырады, грипп болады, или мамадағы со ковидтің последствиясы, мынау поломенный ген балада уже задержкаға алып келеді. Оның ішінде еще маманың тамақтануы бар. Бізде балаға кішкентайынан чупа-чупс тығады, агуша береді, или там газировка береді, ана тәтті жегеніне аталар, мамалар қуанады да, еш нәрсе ойламайды. Ол кезде көрінбейді. Балада енді тіл шығатын кезде последствиясы шығады. Даже вакцина, мысалға, если бала слабый, вакцинаны үсті-үстіне салды ма, ол да әсер етеді. Вакцинаға қарсы емеспін, но бала дені сау болу керек. Табиғи түрде жүру керек. Ол генді де құртады. И генетика бізде құртылды. Ол моментте балада ешқандай задержканың белгісі жоқ, но кейінгі уақыттарда сол шығады. 1,5 жаста, 2 жаста уже айтады, атына қарамайды дейді, 1,5 жасқа дейін жақсы дамып келді дейді, бәрі жақсы, кейде видеоларын көрсетеді мамалары. Прямо активно дамыған бала. Бірақ 1,5 жасынан кейін кетті. Откат. Почему? Потому что балада активный даму процесі басталды. Сонда последствиясын көрген сон барып ақша құртқаннан гөрі последствиясына дейін дайындалып, осын жоспарлап, одан кейін барып, соған ақша құртқан дұрыс қой негізінде. Чем осындай жағдай алып келгеннен гөрі. Баланың де, маманың да денсаулығы дұрыс болады ғой, тек қана бала емес. Одан бөлек психикада маңызды ғой бұл жерде. Әйелдің психикасының ауытқуларына байланысты баланың да состояниесі әсер етеді. Яғни менде мынандай сұрақ туындап отыр сізге, 4-ші балаңызда неге ондай симптом болды? Сізде қандай проблемалар болды сол моменте? 4-ші балада ковидтің кезі. Мен ол кезде частныйға уже ауысқан кезім. Менде и заведующийлік бар, и стационарым бар, 2 участогым бар. Менде өте көп жұмыс, отчет бар, тубдиспансерге барам, ССке барам, отчетқа барам, бүкіл участоктың отчеты бар, стационардың отчеты бар, дәрі санайым, осының барлығы нагрузка болды. Әсер етті. И тура бізде май айында жұмыста Дубайдан келеді ұшып бір пациент. Сол пациентті қараймын, сол пациентті положительный ковид шығады, и бәрімізді 14 күнге карантинге жауып тастайды. Ол кезде мен уже жүктімін. 14 күн карантиннен кейін бөлек, барлығы карантинде болғанда мен өзім 5 айлық баламен күніне 45-50 пациент қабылдаймын. Қасымда КТ аппарат бар, КТ болады, КТ-ға кіреді, маған кіреді, КТ-ға кіреді, маған кіреді. Даже квартстап үлгермейтінбіз кабинетті. Настолько пациент көп болатын. Сол ковид. Балаңыз қасыңызда жұмысыңызда жүрді ма сонда? Жоқ, іште ғой, жүкті кезде ғой. Именно самый, бағана айттым, красный флаг, опасный неделер кезінде. 19 бен 20 аптада осындай болған, 26-ға дейін. Ең активный кезде. Сонда 5-ші балаңыз қазір ондай болған жоқ па? 6-шым менде егіз. Оларды мен уже бұл интегративныйды білгеннен кейін полный дайындалып, егіз болған кейін витаминдердің дозасын как положено есептеп, босанғанша тек қана поддержкамен отырдым. Анализбен обязательно. Сонда 4-шіде сіз дайындалмағаныңыздың бағанағы нагрузкалардың салдарынан осындай болған соң, ол келесіде де қайталанбау үшін сіз просто дайындала соған, Алдым. Себебі бізде бұрын өзімізді анализ тапсырамыз, бәрі жақсы. Доказательный медицина мен интегративный екеуі бірге алып жүремін. Себебі ол жерде бізде симптоммен емдеуде керек болады, а интегративныйдың негізгі пайдасы, яғни алдын алу ғой.
алдын алу. Бұрын тапсыратынбыз, гемоглобин жақсы, все нормально, денсаулық жақсы ғой деп. Бірақ дальше интегративді бізде түбінен тапсыратын анализдер бар ғой. Ол жерде менде уже кәдімгідей гемоглобин да нормальный, бірақ железо төмен. Щитовидка УЗИ вроде нормальный, бірақ гормондар нарушение болған. И осыны алдын алып, жоспарлап, егіздерім қазір құдайға шүкір жақсы, 7 айлық болып туылды, кесарево болды. Сонда да уже алдын ала білім болғаннан кейін екеуіне полностью поддержка беріп отырадым. Себебі менде мынандай ой келді да, өйткені көрермендер дейді осындай ой келуі мүмкін. 4-ші баладан кейін 5-ші балада сондай болады ау деген ой туындауы мүмкін. Соған байланысты мен сізден сұрап отырмын осыны. Ол жерде уже психосоматика көмектесті. Вау, классно. Сонда психосоматикаңызды сіз қостыңыз дәл осы дүние үшін ба? Потому что ол жерде қорқыныш болады бәрібір. Қорқынышты біз алып тастай алмаймыз ғой. Ол мендегі сезім. Ол қанша жерден оны суырып алам десем де алмайсыз. И сол қорқынышпен жұмыс жасау арқылы, яғни сенімдер дейміз ғой, біз болмайтын нәрсеге сеніп аламыз ғой. Сол сенімдермен жұмыс істеу и в результате уже дені сау балдар. Бізде алдағы выпускта Ақерке Қуанышбекқызы болған, сіздің құрбыңыз, невролог остеопат, және де ол кісі де психологияны оқып, әйелдерге қазір көмегін беріп жатыр. Ал сізде де қазіргі таңда психосоматиканы қосып алғаныңыз өте керемет. Өйткені қазіргі барлық проблеманың барлығы негізі психикадан басталады. Одан кейін бар біз дене жағынан салдарын көріп жатамыз. Салдары ғой. Ең бір осы психосоматиканы қосқаннан кейінгі бір вау эффекті болған бір кейстарыңыз бар ма сіздің? Ол біздің орталықта жүргізіледі. Яғни орталықта бізге осы дамуында тежелісі бар, ЗПР, аутизм, рас, балдар келген кезде диагностика жасап, қандай балаға сабақ керек жіберіледі. Мен жақтан мен оны толық анализдерін тапсырып, балаға ем беремін. Одан кейін мамасымен мен психосоматикалық разбор, терапия жасаймын. Яғни бала сабаққа кіреді, специально сол уақытқа мамалар жазылады. Одан кейін кабинетке кіріп, мамамен жұмыс жасаймыз. Ең күшті результат ол өте көп, бірақ ең күштісі менде ДЦП бала болды. 2 жыл жұмыс жасадық, бірақ психосоматиканы қосылғанда видео әлі де бар менің телефонымда. Кәдімгі 2-ші терапиядан кейін, енді ол өзім құрбым болғаннан кейін, камош, это что дейді да маған, түсінбеймін ғой не болды. Жүрген видеосын жібереді ғой, прям ана жерде это эмоцию передавать словами вообще болмайды. 2 жыл жүреміз, ем жасаймыз, коррекция, ЛФК істейді, бала полный басын көтере алмайтын, не то что сөйлемейді, эмоция да жоқ, қасық ұстай алмайтын, аяқ денесін ұстай алмайтын бала, лечение интегративный, коррекция бар и психосоматика 2-ші терапиядан кейін бала прям еңбектеп барып дуалдан жүреді, мамасы видеоға түсіріп алады ғой. Это самый үлкен кейсім. Сол кезде мен көзім жеткен, что комплексно баламен де мамамен де жұмыс жасағанда емделмейтін нәрсе жоқ. Мен естуім бойынша аналар немесе өздері бөлек емделеді, немесе балаларын бөлек алып келеді. Неге бірге емделу деген процессті істемейді олар? Ақшаға келіп тіреле ма сонда әңгіме? Сұрасам, бізде сөйтіп айтады. Бірінші бала дейді. Баланы бірінші баланы істейік, одан кейін бар мен дейді. Баламен қанша жерден жұмыс істегенмен де әйелде проблема болып тұрса, неге ол жағдай оны істемейді? Бізде орталықта соны айту барысында аналар түсінеді, содан кейін келеді ғой. Қанша коррекционныйға айналып келген мамалар бар. Мысалға бүкіл Шымкентті аралап жүрген. Келген кезде просто отырып сұраймын мен. Сұрақ қоям, мысалға, осы бала задержка болып сөйлемей жатқан кезде не сезесіз? И бәрі айтады, мен қорқам дейді. Ертең күні қандай болады дейді. Или балам сөйлемей қалатын сияқты дейді. Или мен өліп қасам дейді мама, бұл баланы кім қарайды, ешкімге керек емес қой дейді. Осы қорқыныштармен үстіп арпалысып жүреді, бірақ баланы сабаққа әкеліп жатыр. И бірінші сабаққа әйтеуір ақша тапсақ болды дейді. Сіз ше деймін да, потому что бала сізден шықты ғой. Өйткені бала жүктілік кезде, сол апта, самый опасный апта кезде мамадан сұраймын, не болды деп. Например, 2 айында не болды, или 3 айында не болды сонда, весь беременность стрессте өтті дейді. Почти 90-100% мама сөйтіп айтады. Ауыр токсикоз или давление дейді, или біздің қоғамдағы ең актуальный тема ғой, ене мен келін деген. Вау, алғашқы шығарылымда да бізде дәл осындай болған. Сізде де осы теманы қозғайын деп тұрсыз. Сол тема да, и сөйтеді да, іштегі бала емес, лишь бар жақтың көңілі дейді. Өзі неважный. На самом деле, егерде терапияға келіп разбор жасайтын болсақ, ол өзі де тынышталады, и үйінде де бәрі дұрысталады ғой. Но ол нәрсені
істемейді көп мамалар. Баланы тасып жүреді. Итогінде балада задержка или бір какой-то ауру пайда болады, и сол баланы таскать етіп. Адам одан бетер депрессияға кіреді, стресске кіреді, баласы Еще жайында раз, қалады, иә. Мама полный қалады. Мен өзім содан өттім ғой, потому что мен түсінген жоқпын ғой. Өйткені щитовидка құртылғанда да бізде как бы депрессивное состояние болады. Гормоны управляют бізбен. Бізді гормон управлять етеді. Элементарно окситоцин гормоны, гормон обнимашки дейміз. Кортизол, который стресс гормоны, бізді убивать ететін. Қазіргі балдарда да ол ұшып тұр мысалға. И ол жүктілік кезде сол гормон ұшып жүрсе, мама сондай эмоцияда жүрсе, қаяқтан бізде денсау бала болады. Осы менталитет бойынша айтыңызшы маған. Менің прям күйіп кеткен темам осы менталитетке келіп тіреліп еді. Ене, күйеу дейді. Осы процесте күйеудің маңыздылығы қандай? Әйелдің екі қабат кезінде. Это 1000%. 1000% маңыздылығы бар ғой. Неге Конечно. соны еркектер түсінбейді? Айтыңызшы маған. Неге Сіздің түсінбейді? күйеуіңіз түсінеді ма? Психосоматикаға келгеннен кейін түсінеді. Оған дейін түсінбеді Оған ма? дейін түсінген жоқ. Аха. Потому что менің ішімде сенімдер болды ғой. Біз мысалға психикамыз оны қабылдайды как мужчина қылып же, а не муж. И іштегі сенімдермен біз өзіміздің іштегі сол қате сенімдерден сөйтіп көреміз күйеуді. Когда мына сенім, сол болады. Когда мына іштегі сенімді өзгереміз, күйеу өзгермейді негізі, біздің іштегі сенім өзгереді ғой. Соң ол нормаль болып көрінеді негізінде. Кәдімгі нормальный болады ғой. И мамалар да сөйтіп айтады ғой. Көбісі айтады, мысалы, даже бізде жұмыста қыздар мен разбор жасаймын ғой. И Қасымбековна дейді да, осы содан кейін что-то күйеуім вообще түрі вообще әп-әдемі екен, или мінезі жақсы екен дейді да. Это как это дейді да, потому что сіздің ішіңіздегі чувстволар өзгерді. Олардың негізі еркектер жақсы, иә? Жақсы, нормаль жүреді негізінде. Бірақ әйелдің өзінің қабылдауының салдарынан сондай болып жүреді ғой. Мен сөйтіп айтамын. Күйеу кінәлі, там жертваға болып кіріп кетеді мысалға. Енесі де кінәлі деген сияқты процестерді айтады ғой. Негізі нормально ғой, пайда енесі. Бәрі жақсы. Сол кезде енем осы істемегенде мен балам жақсы туылатын еді дейді. Или сол роддомда ана акушерка мені өйстіп туғызбағанда мен балам жақсы болатын еді дейді. Олар негізі не при чем же, айтамын да, сіздің ішіңіздегі просто жылдар бойы жиналған сенім ғой. И әр бала сол отбасыға задержка болып келсе, мен сұрақ қоям. Ол бала, значит, сіздің отбасыңызға бір задачамен келді. Сізді бір нәрсеге может үйрету үшін. Давайте іздеңіз, қандай задача. Сіздің задержкасы бала келген отбасы никогда бұрынғыдай болмайды. Никогда болмайды. Ол отбасыда обязательно после деген өмір бар. Яғни егерде сұрақ қойып копать етсек, обязательно ол жерде сол отбасыға деген задача бар. Мысалы, бүгін ғана пациентім айтып жатырмын, яғни сіздің осы қызыңыз өйстіп задержкамен келгеннен кейін өміріңіз қалай өзгерді десем, мен қазір бір-біріміздің, яғни сөйлесуді үйрендік дейді. Яғни қызы задержка болғаннан кейін уже көңіл бөлуді үйрендік дейді. И жылы сөйлеуді үйрендік деді. Яғни мейірімділікті үйретіп жатыр деді. Ана бала, хотя сөйлемесе де настолько эмоциональный, ана мамасы сөйлемесе де уже түсініп тұр да эмоциямен. И біз сол мейірімділікті үйрендік деді. Мен өзім мысалға осы баламнан как бы задача деп қабылдайтын болсақ, мен осы жолға түсуді үйретті маған. Өйткені оған дейін бір сол университеттегі алған біліммен кішкене повышение квалификация өтіп қоямын, сертификат өтіп қоямын, все. Но ол бала үйретті маған дальше копаться етуді денсаулықта. Өйткені сұрақ болады, неге адам қайта-қайта ауырып келе береді менің алдыма? Неге бір лечение бересің, ол қайтадан келе береді? И осы сұрақтың жауабын іздеуге келдім мысалға. И қазір қаншама балаға көмегім істеп жатыр мысалға, командамен мысалы. И командаға көмектеді, өйткені бәрібір баламен жұмыс істеу, тем более задержкасы бар, ерекше баламен жұмыс істеу, ол өте қиын. Эмоциональный да қиын, физически да қиын, кейде дәу бала болып келеді, мысалға 10 жасқа келген бала сөйлемейді. Оның өзіне осылай ма? Иә, сол кезде мамандардың қандай физически да күші кетеді, не только эмоциональный. Кейде жылап аламыз. Артынша результат кеп, отзыв келсе, бәріміз қуанып бір жылап аламыз, иә. И қаншама мамаға көмектесіп жатыр, отбасыға. Қуаныш сыйлап жатсыздар ғой, бір сөз айтқанда. И осының бәрі бір жерде, осы біздің орталықта. Дәл осы жерде күйеулері, еркектері алып келе ма орталыққа бірге? Сол бойынша айтыңыз. Әйелдер өздері ғана таскат ете ма, или еркектермен? Қазір 2-3 ай болды, папалар да келеді. Олардың состояниелері қалай болып жүреді? Папалардың состояниесі тұман ғой. Тұман, соны айтып беріңіз. Сол бір ең ауыр бір кейсіңіз бар ма осы бойынша? Ауыр кейс, всегда папасы ертіп келіп жүрді, бала 3 жаста. Түсінбейді, сөйлемейді, тоже атына қарамайды. И папасының уайымы, мен баламды, мен қанша ай тасысам, балам сөйлейді дейді.
қанша айда сіздер сөйлетесіздер дейді. А сөйлеу процесі ол высший мидың функциясы ғой. Мгм. Оған дейін баланың мысалға түсінуі, сезінуі, біздің 8 сенсорный жүйеміз бар. Сезу арқылы мысалы сіз қазір көзіңізді жұмып тұрып қолыңызға ручка қағаз ұстатсам, примерно дейсіз ғой, өйткені нерв арқылы ми уже отображение береді да, оны айтқызады. Ол процесс бар. Мысалға баланың эмоциясы бар. Бірінші эмоция, баланың отыруы, оған бәріне қанша ай, не то что ай, жылдар кетеді кейде, но бәрі келеді да, маған тез сөйлетіп бер дейді. И сол ауыр кейс неге? Потому что папа результатты ғана бер дейді. Они балаға не істейсіз, балада қандай бұзылыс бар емес та, я уайымдап жатыр бала, но келеді да, не істейді. Нәтижесін көргісі келе ме ертерек. И түсіндіреміз, о папамен де жұмыс жасаймыз кейде, отырып түсіндіруге тырысамыз. Но біздің мынау қазақ, біздің осы Шымкентте не дейді, ондай баласы бар семьяда, ну, как бы ұят намыс дейді да. Мен өзім қандай университетті бітіргем, қандай жұмыс істеймін, біздің тұқымымызда бұндай жоқ дейді. И это ұят дейді да, сөйтеді да, 1-2 ай тасиды, 2 айдан кейін балада енді результат шығып жатқанда басқа центрге алып кетеді. Ең ашық осы жерде ма? Иә. Бір жерде толыққанды эффект алған соң сол жерге бара берудің орнында негізі көп адамда сондай қателік бар. Сөйтеді, көбісі сөйтеді. Басқа жерге там арзан жер тауып алады, немесе жаңағыдай арзан жерге бірнеше рет қадалып келеді да, қайттан өздеріңізге қайтып келіп жатады, немесе қымбат жақтарға барып жатады осы. Келеді. Мысалға былтыр қанша алып кеткен балдар қазір қайтадан алып келіп жатыр. Қайтадан алып келуінің себептері неде? Сіздердің орталықтарыңыз ерекшелік сонда қандай ол жерде? Динамика байқайды. И ол папалардың байқағаны. Сіз менің әйелімді кабинетіңізге кіргізіп сөйлесіңізші дейді маған. Өйткені приемға кіретін, консультация жасаймын, бала сабаққа кірген кейін, енді мамасы қалады ғой. И обязательно сұрақ қойғанда, все, жылайды мама. Өзімді кінәлаймын, қорқам, ата-енемнің алдында ұялам, что менен деп ойлайды, мен дұрыс емес болдым, или менің тұқымымда бар дейді. И соны айтып, просто сұрақ қойып, шешімді өзгерту арқылы балада динамика байқалады. Бірақ енді бүйтіп сөйлеп кетпеген кейін басқа центрге алып кетеді ғой. И сөйтеді да, ояқта уже сол болғаннан кейін, енді білмеймін қалай жұмыс істейді, мен ояққа айта алмаймын. Содан кейін қайтадан бізге келеді. И келгеннен кейін папалардың особенно айтады, мен әйелімді кабинетіңізге кіріп сөйлесіңізші дейді. Уақыт бөліңізші дейді. Осы жерде папалардың мұңдары қандай? Негізі ішке кіретін болсаңыз, психосоматолог ретінде айтып бересіз ба осы? Папалардың ба? Иә, ішіндегі мұңдары басқа жоғы бар, бір әйелдерге қарағанда. Папаларды неуверенность. Неуверенность, да? Осы қалай айтсам екен, біледі ғой уже, что жүктілікке дайындалу керек еді, мынаны ішу керек еді, біз соны істемедік дейді. Одан кейін уақытында ем алмадым дейді, и осы әйелге үйленген дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма дейді. 1-2 пападан байқағам. Өкініш па сонда? Иә, өкініш болады. Сондай әйелдер мен еркектердің айтысасы болады ғой негізі осындай жағынан. Өйткені мен өзім еркек ретінде қазір ойлап отырмын да, сіздің бағана айтқандарыңыздан денем тітіркеніп кеткен кездер болды, түршігіп жаман болған кезде, психикам жағынан мен өйткені жаным ашып кетті уже балаларға, мысалы аналарға, дәл осындай қаншама диагноздар бар балалармен жүрген аналар бар ғой, жалғыз басты аналар мысалға ше, еркектер тастап кеткен, сол еркектер көтере алмайтын процесс не үшін болады деймін да. Аналар көтереді, бірақ еркектер көтере алмайды сол нәрсені деймін да. Сол нәрсені біз как бы дұрыстауымыз керек сияқты қазіргі таңда. Біз слабый жағынан ба негізі? Слабыймыз ба сол жағынан? Слабый болғанда психика бәрінің жерде бірдей ғой. Неге әйелдер шыдайды оған? Неге еркектер шыдамай беріле салады сол жағынан? Потому что әйел туу процесін көрген ғой. Босану процесін. Ішінен шыққан соң ол жаны ашып тұрады, баласын естіп тұрады. Әйел адамда гормон өте көп ойнайды. Яғни эмоцияға жауап беретін гормон бізде, жан ашу гормоны бізде әйелде көп қой. И мысалға еркек пен әйелді салыстырған кезде, мысалы задача дедім ғой бағана мамалардан. И сұраймын ғой сізге қандай? Мен күйеуімнің маскасын көрдім, осы бала осындай диагноз деген кезде, папамыз кетіп қалды деді. И папа кетіп қалғаннан кейін енді жауапкершілік алмайды да, былайша айтқанда. И мама өзі тасиды. Басқа центрдегі мамалар келеді ғой. Обязательно приемға келген кезде мен мамаларға, дайын мамалар болады, өзі сұраққа жауап бере салатын, соларға сұрақ қойған кезде жылап алады, и шешімді өзгертіңіз деймін. Всегда айтып отырамын, Эльмира Кударовадан үйренген техника бар, тәубе техникасы. Сонымен коротко айтамын да, степ болады, шешімді өзгертеді, и соның 7-ші шарт бар, келтірген шығынды өте, соны жасап, просто бір 10-15 минуттық нәрсе. Соны істеп,
келесі приемға келген кезде ответін айтасыз деймін ғой. Мгм. И в большинство случаев мамалар айтады, содан кейін дейді папам звондады дейді, папа звондады дейді, баласын әкетіп қыдырта бастады дейді. Просто бір шешім өзгеру мамадағы чувство ғой. Мгм. Содан кейін уже айтады, давайте терапияға келейін дейді. Әйелдер ішіп кетпейді, еркектер ішіп кетеді да сондай жағдайда. Неге деймін да, еркектер тағы да. Гормоны опять Тағы да еркектер біз слабыймыз ба деп ойлап слабый қаламыз осы жерде. осы жерде. Тоже же убеждение бар ғой еркектерде. Тастап кетеді мысалға. Сондай историялардың көбісін білемін да мысалға. Иә. Бізде тағы да танысымызда 5 баласы болса да 5-шісі балама не деген сияқты ойлар да болды да мысалға. Мгм. Еркектерге қалай дайындалу керек осы моментте? Егер де баласы осындай болып қалса, чтобы ертеңгі күні тастап кетпейтіндей, Мгм. немесе жағдай ішіп кетпейтіндей болу үшін психологически қалай дайын болу керек осындай бала туылатын болса егер де? Мгм. Енді туылады деп ешкімді Енді дайындамайды ғой. білмейміз, вдруг туылып қалса сол жағдайға еркектерді қалай дайындаймыз? Мақұл, әйелдер сәл Мгм. үйреншікті болып сауаттылықтары бар шығар, бірақ еркектерді қалай дайындаймыз? Обобщенно уже айту керек қой, что еркек болсын, әйел болсын, олардың да детствосы болды ғой. Мгм. Оларда да детство болды. Енді максимально осы психологияны көркем Көп түрде айту жеткізу керек, керек, иә? көркем түрде жеткізу керек. Просто мен өзім білем, алдыма келеді. Психосоматологпын десем, осындай разбор істеймін десем, нет, не надо дейді. Не десем, мен уже наслышалась, настрадалась от психологов дейді. Неге десеңіз, потому что я виновата дейді. Мен бәрі сөйтіп шығарып салды, что ты виновата деп. Но негізі виноват ешкім жоқ қой. Өйткені оңай емес оларға. Неге осы жерде еркек кінәлі деп айта алмаймыз? Ешкім кінәлі емес қой. Жоқ, негізі бірақ әйелдер кінәлі деп айтамыз ғой. Бірақ неге әйелдер емес, еркектер сендер кінәлісіңдер деп айта алмаймыз? Психологқа баратын әйелдер ғой, енді көп еркектер емес. Но енді қазір соңғы кезде байқаймын, что жақсарып келе жатыр ма ол жағы? жайлап бар. Прогресс бар. Хорошо. Ал дәл осы жағдайда жаңағыдай үйдегі ата ененің реакциялары қандай, балалар ЗПР, ЗРР болған кездегі? Сол бойынша бір историяңыз Өте бар көп ма? көмек апалардың. Көмектесетіндері бар ма? Иә, бар. Көмектеспейтіндері де бар ма? Негізгі біздің баланың тілі шығу үйден ғой, отбасыдан ғой. Аха. Біздегі коррекционный сабақтар ол жерде азғантай рөл ойнайды. Біз база, фундамент қойып береміз. Но ең көмектесетін это отбасы. И мен айтамын всегда, ата баланың тілін ең бірінші шығарушы деймін. Потому что үйде апа қарайды. Жүр, тұр, кел, әпер мысалға. Мысалы, тапсырма береміз ғой. Именно тапсырманы орындайтын апа-аталар балада динамика жақсы кетеді. Прям кетеді. Бұл жерде яғни қосылу керек қой, команда болып папа, мама, ата, апа, апайлары, сабақтар, врач бәрі қосылу керек. Сол кезде балада жақсы динамика кетеді. Сонда қазіргі таңда қоғамда сіздер сияқты орталықтар көп, бірақ сіздердің орталықтарыңыздың ерекшелігі бойынша бағанағыдай барлығын комбо жасайсыздар сонда, иә? Міндетті түрде лечение беремін, тексеремін, сабақтар, именно қай сабақ, сабаққа кіремін мен. Кейде сол бізде сабақ 40 минут па, 40 минут бойы баланы маманмен бірге уже қадағалаймыз. 2 ай, 3 ай өтіп кеткен кезде ауыстырып тұрамыз маршрутын, уже басқа сабақ қосамыз, немесе динамик или сабақтың барысын ауыстырып жібереміз. Сол мен всегда жүремін сол жақта, іште жүремін. Қасымбек, мына баланы бір көрейікші бірге, яғни комплексно баланы командамен көреміз. Кейде ағайларын қосамыз, АФК, мысалы сенсорный интеграция, оны да қосамыз, қараймыз. Кейде болады, балаға все уже тоқтатамыз, 1-2 сабақ или 1 сабақ қалады. Неге? Потому что эго, миды тексерген кезде бала загруженный болып кетеді. И ол кезде опасный сабақ көп. Ол кезде тоқтатамыз. И осының бәрін қадағалап отырамыз бірге. Ол міндетті түрде. Ал командаңызда кімдер бар сонда көмектесетін сізге? Командада бізде логопед дефектолог бар, 2 бас маман. Дәл осы жерде олар кімдер және де немен айналысады, соны толыққан айтып кетсек. Өйткені дефектолог, логопед деп айтқан кезде, түсінікті шығар деп ойлаймыз біз мына жақтан, но ол түсініксіз көп адамдарға. Сол бойынша түсінік беріп кетсеңіз. Дефектолог ол баланың мынау бұзылысқа алып келген сөйлемейтін танымдық, эмоциялық процестерді қалыптастырып үйретеді. Яғни жаттығумен, сабақпен, керек болса баланың алдында жатады, баланы ойнатады, подход табады ғой. Яғни бала не нәрсеге бұрып жатыр басын. Өйткені сөйлемейтін баланы отырып алып сіз А деші, Б деші деп айтсаңыз айтпайды ғой бала. Дефектолог сонымен жұмыс жасайды. Логопед, яғни сөйледі, мен балам соңында мысалға не істеді, логопедпен бітірдік. Неге? Сабақ үйде жасалды, кейін логопедпен, яғни сөйлесе де бала или тілін төсеп сөйлейді, или әріптер тастап кетеді, каша во рту дейді, не айттым, сөйледі, вроде не айтты. Соны логопед түзеліп береді. Әр әріпті өзінің зонты болады, соны қойып береді, массаж жасайды тілге, бетке. Оны логопед істейді.
АФК маманым бар, яғни АФК адаптивті физкультура баланың физикалық дамуын, себебі бала сөйлеу үшін бізде кішкентай кезде не істейді бала? Ең бірінші басын ұстай бастайды, одан кейін жайлап отырады, еңбектейді, по-пластунский бар, одан кейін жайлап жағалап жүреді, сосын жүреді. Осының барлығы сөйлеуге дейінгі процесс балада бұзылады көп балдарда. Осы екі жарты шар, яғни қимылмен, яғни баланың қимылын дамытады. Қай жерде бала қалып кетті, мысалға сұрайды өздері, бал бойынша есептейді ағайлар диагностикада, и бала уже міне 7 айлық или 6 айлық дамуда қалып тұр физикалық. И сол нәрсемен жұмыс жасайды АФК. Одан кейін сенсорный интеграция мамандарым бар. Ол бізде мынау сезім мүшелері: есту, иіс сезу, көру, дәм сезу, тері сезу, бұлшық ет буынды сезу, тепе теңдік сақтау және ішкі үлкен дәрет, кіші дәретті сезу. Бізде осы сезім мүшелерімен жұмыс жасайды. Көп балада үлкен дәрет, горшокный навыктар жоқ, яғни үлкен дәрет сезбейді, кіші дәрет айта алмайды, атына қарамайды, құлағы естісе де осылай тіке көзге қарамайды, былай кетеді. Уже біздің құлақтың ішіндегі вестибулярлы аппараттың бұзылысы. Секіре алмайды көп бала, почти 100% бала, задержкасы бар бала секіре алмайды элементарно. Команданы түсінбейді, орындамайды. Мынау денеде шомылса жылайды, шаш қырықса жылайды, тырнақ алса жылайды, ұйықтап жатқанда алдым дейді, тамақ вообще избирательный жемейді, мысалға тек қана нан жейді, или же бір өзінің жейтін тамақ болды, одан басқа тамақ неғып воспринимать етпейді, яғни дәм сезу анализатор бұзылды. Даже үлкен дәретін жейтін балдар бар. Осының барлығы сенсорный жүйеде бұзылыс бізде. Соны біздің сенсорный мамандарымыз жұмыс жасайды, яғни жаттығумен, рефлекстерді сөндірумен, баламен жұмыс жасайды. И әр балаға әр түрлі маман керек болады. Осы и және бізде аппаратный лечениялар бар орталығымызда, яғни биоакустикалық коррекция, біздің естіп қабылдауымызды жақсартатын ешқандай стимуляция емес, баланың өзінің миының жұмысын ритмге айналдырып наушникпен тыңдайды. Оны өзіміздің маман бар, режимді ауыстырып қойып отырады. Міндетті түрде эго түсіреміз, соған қарай режим қойып отырамыз. И бос терапия бар, кімге бос, кімге бак, оны бірге шешеміз мамандармен. Осы саламен айналысуыңыз ауыр емес па сізге? Ұнайды. Ұнай ма? Ал орталығыңыздағы мамандарға ауыр болып тиіп жатқан жоқ па? Жоқ. Енді бәрібір де біз эмоцияға, жүрегіміз бар, мысалға тас жүрек емеспіз. Ал балаларды көру арқылы біз енді сезімдерге беріліп кетеміз ғой. Сол кездерде мысалы мамандарыңыз шаршап шықпай ма жұмыстан? Шаршап шығады. Как мамандарға да поддержка береміз ғой. Қалай мамандарға поддержка бересіз? Осы психосоматика арқылы. Өзіңіз психосоматикаңыз командаңызға да қолданасыз ба? Обязательно. Өте керемет. Құрметті көрермендер, қарап тұрғандарыңыздай барлықтарыңыз қазіргі таңда психосоматиканы жеке өмірінде одан бөлек командасына қолдану арқылы өзінің командасын мотивировать ететін мынандай ең мықты кәсіпкер және де дәрігер маман отыр алдарыңызда. Одан бөлек балаларға дәл осындай психосоматикалық дүние арқылы өте көп нәтиже беріп жатқан маманымыз. Тағы да айтарым, осындай мамандардың қазіргі таңда нарықта жетіспеушілігінен біздің адамдарымыз осылай адасып жүр. Бағана өзіңіз айтпақшы, әртүрлі жағдай орталықтарға барады, барлық жерге барып, даже төптерге апарып тастайтын адамдар бар. Солардың барлығына айтар бір ақылыңыз, мысалға баланы қалай анықтау керек, қалай анықтаған соң ертерек үйде қандай жаттығулар бар, олардан кейін сіздерге қашан алып келу керек деген сияқты процестер. Негізі ертерек алып келген жақсы ғой базы. Бірақ ертерек болғанда да кешігіп қалғанның өзінде қай кезде анықтап алып келу керек баланы? Неғұрлым ерте келген сайын коррекциялық нәтижеде ертерек шығады. Мысалға бала 4 жас или 5 жасқа келіп алып келді ма, түзету толық баланың орнына келмесе де, мысалы ауыр диагноздарды ұзақ қой, сонша уақыт кетеді түзету. Сол үшін қаншалықты байқады, атына қарамады, немесе ешқандай дыбыс жоқ, былдыр жоқ, ешқандай реакция бермейді, немесе феннің даусына, пылесостың даусына қатты реагировать етеді, или ұстама дейді, или тырнағын алдырмайды, немесе ешқандай эмоция жоқ, зейін қоя алмайды, үйдің ішінде айналып жүгіру, ол это тоже уже первый звоночек. Міндетті түрде дәрігерге барып, баланы тексертіп, анализдерін тапсырып, қандай организмде бұзылыс барын анықтап, ем алып, ертерек коррекциялық сабақтарды бастайтын болса, балада өзінің қатарына қосылуға мүмкіндік бар.
Дәл осы симптомдар болса да болмаса да балдарды алып келіп бір рет сіздерден өткізу да керек қой негізінде. Өткізу керек, иә. Өйткені ол балада кішкентай бір дүние болуы мүмкін, ертеңгі соның последствиясы да қиындап кетуі де мүмкін ғой өйткені. Иә. Сондай жағдайлар болған ба сіздерде? Иә, мысалға мектеп оқитын балдар келеді ғой. Партада басын қисайтып отырады, немесе өзінен өзі 5 минут сайын партада орындығынан тұрады, кабинетті жүгіріп кетеді. Көп мұғалімдер сөйтіп жаловаться етеді. Бір орында отырмайды. 45 минуттың ішінде 45 рет тұрып шығады дейді. Немесе элементарно тақтадағыны дәптерге көшіре алмайды дейді. Просто қарап отырады. Или почерк деген кетеді дейді. Оның барлығы біздің баладағы сәби кезіндегі рефлекстердің өшпей қалғанның белгісі. Вроде сөйлейді бала, бірақ осындай белгілер, ол тоже уже звонок, себебі баланың миының қабылдауына, диктантты көшіруіне мешать етіп тұр. Ол рефлекстер біздің 9-10 ай, 1 жасқа дейін сөну керек. Өйткені 1 жасқа дейін ол рефлекстер балаға көмектесті қорғануға. Мысалға, 1 айлық, 2 айлық баланы аласа, резко бет жатқызғанда шошиды ғой, қолға көтеріп. Ол уже жерде моро рефлексы бар мысалға. Ол бізде 4 айда уже жоқ болу керек, бірақ біздің балдарда ол әлі бар. Неге? Өйткені балада стресс болады, немесе қорқып қалады, или там бір дыбыстардан қорқады, звуктардан қорқады. Сол қайтадан рефлексті ояту мүмкін. Или мидың бір бөлігі өзінің дұрыс дамымау процесінде, или роды әсер етті, или бір грипп болады, ветрянка болады, корь болады, күшейтіп жібереді. И сол рефлекстердің жаттығуымен уже орталықта жұмыс жасаса, балада кәдімгідей уже даже еңкейіп жүретін, көшіре алмайтын почеркі бұзылған балдарда уже басылады, гиперактивность басылады кәдімгідей. Яғни өткізбей анықтайтын болса, ешқандай психотропный препаратқа жеткізбей емдеуге, алдын алуға, я қатарына қосуға болады. Енді қараңыз, біздің көрермендердің арасында дағыда бізді көріп отқан адамдардың барлықтарының мүмкіндіктері жоқ. Соған байланысты сіз қандай бір үй жағдайында осы мәселелерді шешуге кеңес берер едіңіз? Сол бойынша айта аласыз ба? Өзіңіз балаңызға да айтып жүргеніңіз бар шығар, сөйтіп деген сияқты. Бірінші мамаларға айтатыным, мысалға баладағы бір қатты қызығатын, эмоциясы шығатын нәрсені табу. Мен баламда біз түсінген жоқпыз, енді жұмыс істеймін, бірақ птю дейді да, енді шығып жатыр ғой, түсінбейміз оны, бірақ арасында өз шығады. Ол не айтты, түсінбеймін. И бір күні торговый центрде жүрсек, жүгірді. Енді задержкасы бар бала түсінеді, бала еш нәрсе қарамайды, не көшеге де жүріп кетеді, бүйтіп стап жүретінбіз, машинаны қорқуды білмейді ғой. И резко жүгіреді тын жерде. Түсінбей ғой, сөйтек өзінің бойымен бірдей неде ілініп тұр ғой киімдер. Человек-пауктың киім ілініп тұр екен да. Птю деген осы екен. И содан кейін түсіндім, балада прям эмоция шықты, үйренді да соны. И сол енді сәл қайтып жатыр пауктан. Бәрі паук болды ғой, полностью. Но сол арқылы біздер ет шықты. Қызыл паук кексек, данчо мынау қандай десе, уже сол паук, қандай паук дейміз ғой. Уже бірінші ағылшынша үйренді, ред паук деді, кейін қызыл паукқа көк, сары, неше түрлі цвет кигіземіз ғой, жасыл. Шу цветті сөйтіп үйренді. Яғни бала ұнайды да, қызғады, эмоция шығады. Тура сол сияқты үйде задержкасы бар болса, баланың ұнайтын мотивациясын табу керек. Бір бала болады, бір ойыншыққа ұнатады. Или стап жүреді қолына прям. Или там бір адам ұнайды біреуге. Или бір кәдімгі дәптерлер болады, цветной раскраска, соны ұнататын балдар болады. Біреулер кәдімгі мягкий игрушка. Сол арқылы баланы үйде дамыта алады. Әртүрлі цветімен, мысалға наклейка жабыстыратымыз пауктың цветтерін әртүрлі. И көрсетесіз, указательный жатсады. Мынау дейді, апер дейді, соны істейді. Үйдегі жүрген жердің бәріне уже паукты ілетін болды, бәрі паук болды. Носкиден бастап, іш киім бар ма, кепка бар ма, сумканың 5-6-ауы бар, бәрі паук. Бірақ ұнайды, көк паук кием дейді, қызыл паук. Сөйтіп баланы үйде дамытуға болады. Элементарно мысалға. Команда, анау шкафта тұрған қызыл паугыңды алып келші дейсіз ғой, и іздейді қызыл қасиет, сосын дейтін бір наума деген ғой. Сөйтіп үйде жұмыс жасадым, болды. Қолынан жетектен далаша, қазір ауыл, это нағыз сенсорный интеграция. Баланы жалаң аяқ жіберу керек, ауылдағы дыбыстар есту анализаторын дамытады. Қойдың дыбысы, өзіміздің кезімізде. Сол сенсор, біздің қазақ негізі так ақылды болған ғой, осы біздің қазір центрде істеп жатқан жұмыстың барлығы ауылда болған. Сол нәрселер істеп жатсыздар. Сол нәрсені біз андай, не дейді, оборудованиемен істеп жатыр. Bizға бұрын баллонды алып, іліп қойып качели қылатын еді. Вот это и есть вестибулярканы дамытып жатыр мысалға балада. Оны арнайы біз не дейміз,
качеля дейміз, иә. Соны терминологиясы бар ғой. Иә, батутқа мінгіземіз мысалға, көп мысалға да, ағашқа шығады ауылда, шымшықтың дауысы, жалаң аяқ жүру, денеге тию, тауыққа барып жем беру, барлығы сенсорика ғой. Соны үйде істеуге болады. Мысалы бізде бір бала болды, сенсорный интеграцияға 2-3 ай 4 ай ма келіп жүрді да, ауылдарына қыдырып барады мамасы. Енді эмоция шығып, реч шығып жатыр еді да балада. Ауылға барғаннан кейін мамасы айтады, менің қызыма ауыл ұнап жатыр, біз біраз сабақтан қаламыз деді. Енді сосын біз сабақтан қалып кетті ғой, не істеп жатсыздар деп кері байланыс сұраймыз ғой. Видео жүреді мамасы, полный бала. Тауықты ұстап алған, уже сенсорика, бұлшық ет уже сезеді бала. Ол тауықты бүйтіп жем бергізіп жатыр уже. Бүкіл біздегі жаттығуды ол табиғи түрін істеп жатыр да. Даже тауықтың сыртын жүнін ұстау балаға уже сенсорика. Дауысы, оны береді, қойға сүт береді, итпен секіреді, я барлығы прям сенсорный интеграция біз ауылда болып жатыр. Оказывается, біздің ата бабамыз бұрыннан сенсорный интеграцияны істеткен екен ғой бізге дейді. И менің ответім көбісі айтады, бізде бұрын бұндай бала болмаған, бізде задержка болмаған дегенде мен айтамын, бізде потому что сенсорный интеграция біз туылғаннан болған. Ешкім бізді бұл сенсорный интеграция, мынау АФК демеген. 5 тас ойнау, мак ойнау, резина ойнау, резинаны көтергенше секіріп оны ойнау, бұның барлығы сол дамыту, миды дамытып жатыр. Просто біз ол білмей дамып кеттік. Вишняны теру, алманы теру, ағашқа шығып, ол ағаштан құлау барлығы сол дамып жатыр. И ол қазір балдарда не бізде қимылдамайды, телефонда, телевизордың алдында, телефон көрмейді дейді. Ага, не істейді? Телевизор көреді дейді. Разница жоқ қой. Осы телевизордың қалай әсер, анау мультфильмдердің қалай әсер ететінін айтыңызшы. Мультфильмнің 2 түрі бар ғой, мысалға. Кәдімгі сюжеттері қысқа, азғантай көрінетін, цвет қатты қанық, немесе кәдімгі бір цветтен болатын мультиктер, енді балаға ол қатты көзге әсер етпейді. Бізде қазір шортс көреді балдар. Шортстың бәрінде сіз бір қарасаңыз, кәдімгі ол жерде миллион цвет бар, миллион трюктар бар. Бала үлгермейді ананы көріп да, и кете береді балада. Ол ми не істейді, мысалға әсіресе сабақтыққа келіп жүрген балаға әсері, кері әсері, и бак алған балаға кері әсері, балада енді новый нейронный связь дамып жатқан кезде, бала если сол немен телефонды көретін болса, біздегі мынау істеген жұмысымыз болды, кетті, ана информацияға кетеді балада. И ол телевизордың алдында отырды не, телефонда отырды не, баланың нейронный связка, яғни мидағы, уже бұзылды. Телефон, телевизордағы информацияға кетті, акцент болды. Прям ұрсып тұрып айтамыз ғой, после коррекции, после бак-терапии, пожалуйста, телефон, телевизор бермейміз, вообще болмайды. Ешқандай результат болмайды ол кезде. А так, өте жақсы коррекциямен, если мама айтқан істесе, тамағын дұрыстаса, дәрілісін уақытылы берсе, балада болады өте күшті результаттар. Құрметті көрермендер, бүгіннен бастап балаларыңыздың барлығынан ауылдарға жіберіңіздер, ауылда өссін балдар. Иә, біз ауылда өстік мысалға. Өйткені біздің ата-анамыз бізге қараған жоқ. Біз өз-өзімізбен өсіп кеттік. И бауырлар көптеді, дәл осылай өсіп кетті. Мысалы үлкендер кішіне қарады, солай қарады. Бір-бірлеріміздің киімдеріміз киетінбіз. Ал қазіргі таңда қалада тұратын балдардың барлығы далаға шықпайды, бағанағыда өзіңіз айтпақшы, телефон, тиктокта отырады, телевизор көреді, соның барлығы әсер етіп жатыр. Иә, одан бөлек тағы біздің қазіргі таңдағы көп ата-анадан бөлек еркектер қауымынан да естіп жатамыз. Олардың балаларына көңіл бөлмеу жағы көп. Балдарға. Иә, көңіл бөлмеу жағы көп. Еркектердің, мысалы, балаға еркектің маңыздылығы бар ғой, қызға жағдай мамасының деген сияқты, екеуі ақылды сөйлеседі деген сияқты. Сондай байланыс үзіліп кеткен сияқты бізде де тағы да. Еркек көріп, кішкентай бала еркекті көрген сайын уже жағдай еркектік гормондар ояна бастайды ғой, мысалға. Чем мамасымен өскен балаға қарағанда папасы болып өскен үй бәрібір де басқаша мысалға. Сол жағынан да осы біздің психологиялық ауытқуларымыздың салдарынан ғой, өзіңіз айтпақшы. Дофаминовая ямада жүреді, арзан дофамин, телефонға кіріп кетеді. Ал ата-анасы жоқтарда осы жағынан да тоже қалай болады мысалға? Ата-анасы жоқтар. Иә, ата-анасы жоқтар жағынан осы жағын қалай шешеді біздің қоғамда мысалға? Ата-анасы жоқтар енді туысқандармен, кім опекун дейміз ғой, кім қасында жақын білім алу керек қой, мысалға. Біз ата-аналарды үйретіп отырамыз. Мысалы, мынандай жаттығуды жасаңыз, и всегда айтамын, всегда вербальный контакт. Яғни күніне 15 минут осылай көзге қарап, мамасы болсын, кім болсын. Яғни маңыздылығы жоқ, кез келген ересек адам баламен жұмыс істесе, ода эффект болады.
көзбе көз вербальный контакт дейміз ғой. Неге? Себебі көзбен көз қараған кезде 15 минут өзі жетеді. Зеркальный нейроны бар. Балаға көңіл бөліп, оказывается, я нужный деп сезінеді, олар уже важный екенмін ғой деп. 10 минут, 15 минут бөліңіздерші балаға көзіне қарап, сөйлемесе де, түсінбесе де айта беріңіздер деймін. Потому что вот эта связь важнее. Себебі осы кезде бөлінеді, окситоцин бөлінеді, гормон обнимашки деп айтам. Өзде бөлінеді, адреналин бөлінеді, құшақтайды, қуаныш гормоны. Осы гормон керек бізге, балдарда да, үлкендерде де қазір осы жетіспейді. Бәріміз бүйтіп қараймыз да, все, шыға алмай қалды. Білейін, 30 минут өтіп кетті телефонда отырғаныма деп. Потому что мозг бізге арзан дофаминді требует. А бізге дофамин керек, адамнан алу керекпіз. Қолынан ұстап жүрсін, пожалуйста. Өзіміз де үлкендерден аламыз, сол сияқты оларға да керек. Жаяу жүрсін, мысалға, центрге жаяу барыңыз деймін. Адамға адам керек деп сол үшін айтылады дейсіз ғой. Сол үшін айтылған. Осы қарапайым дүниені істеу арқылы да біз көмектесе аламыз баламыз, если задержка болса да, если туысқаныңыз задержка болса да, қарапайым дүниемен көмектесе аламыз. Міндетті түрде прям қымбат коррекционный емес. Қатты задержкасы болған кезде уже келеді, мамандармен жұмыс жасаймыз, үй тапсырма істейді. Но өзі үйде, ата-ананың өзі де, туысқанның өзі де сол нәрсені істесе, міндетті түрде болады результат. Балалар біздің болашағымыз демекші. Барлық баламыз аман болсын, Құдай қаласа. Ал құрметті көрермендер, біздің бүгінгі шығарылымда толыққанды түсінген боларсыз деп ойлаймын. Камила ханым барынша сіздерге ашып айтып берді. Кез келген егерде сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийге жазсаңыздар. Камила ханымға енді жаңағыдай өтініш жасаймыз, чтобы бұл кісі комментарийларға жауап берсеңіз. Одан бөлек бізге әрбір қонаққа келген кезде біздің көрермендер үшін бір өзінің сыйлығы болса деген ойымыз бар. Сыйлық берсек па дейміз. Соған байланысты біздің алдыңғы шығарылымдарда бір 10 мықты комментарий жазған, өзінің бір историясын, баласын осы ЗПР, ЗРРді анықтап, осы бойынша жұмыс жасаған аналарға біз комментарий жазсаңыздар мықты, соларға жаңағыдай диагностика жасап береміз дедік, консультация жасап береміз дедік, тегін түрде. Ал сіз сол бойынша қандай ұсыныс ұсына аласыз менің көрермендерім үшін, және де сіздің көрермендеріңіз ғой енді одан кейін. Өзімнің консультациямды беремін. Яғни егерде задержкасы бар бала болса, жазыңыздар. Консультациямды беремін, өзімнің комплексіне ем жазатын, және бак-терапия беремін. Бізде ең самый спросқа ие аппараттық ем 10 күндік бак-терапияны ұсынамын. Давайте 5 адамға онда 5 консультация тегін берілесіз, және де бак аппаратын 5 адамға тегін бересіз. Бір несінен форматынан жасайсыз. Орталыққа келіп 10 күн алады. Құрметті көрермендер, дәл осы Камила Қасымбек қызының номерін комментарийге барлықтан описаниеге жазып кетеміз. Ассистентіне немесе менеджеріне жазу арқылы осыған тіркелсеңіздер де болады. Және де одан бөлек жаңа комментарий жазған адамдарды арасынан бірге іріктеп аламыз. Бірге іріктеп, қайсының историясы өтті, сол адамдарды орталыққа шақыратын боламыз. Ал құрметті көрермендер, егер де тағы да осындай керемет дүниен болған қаласаңыздар, онда каналға тіркеліп, колокольчикті басып, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ал Камила ханым, сізге келгеніңізге рахмет. Тағы да бір айтып кетер дүниеңіз болатын болса, айтсаңыз болады. Көрермендеріңізге не жолдайсыз? Рахмет шақырғандарыңызға. Көрерменге мына ішімдегі жүрген нәрсе ғой. Бір өзім приемнан босай алмаймын, айта алмаймын, бірақ осыны көпшілік мамалар көрсе деймін, апалар көрсе деймін. Өйткені көбісі апа атасының қолында өседі да, мамалар байқамай қалады. Ауылда өсті, білмей қалдым, көрмей қалдым. Соны апалар да, аталар да көрсе, сөйтіп бірігіп, бәріміз қоғам болып бірігіп, өзіміздің ұрпағымыздың дамуына, ұрпағымыздың жақсы болып, мына үлкен белестерден көретін ұрпақты өсіруге атсалысайық. Міндетті түрде жүкті келіндеріңіз болса чекапқа жіберіңіз, кішкентай немерелеріңіз болса диагностикаға жіберіңіз, задержкасы бар бала болса міндетті түрде орталыққа келіп, диагностикадан өтіп, қандай маманмен жұмыс жасау керегін біліп кетсеңіздер болады. Ал құрметті YouTube каналымның көрермендері, сіздермен бүгін Бай өмір подкастының 3-ші шығарылымы соңына келіп жетті. Сіздермен болған Бай Бейбіт, каналымызда тіркеліп, каналымыздан осындай шығарылымдарды күтіңіздер. Рахмет.